13-15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан, Моңғол империясының құрылуы. Балалар, бүгін сіздер Моңғол империясының құрылуы, алып жатқан аумағы және дүниені дүр сілкіндірген қатыгездігімен әлемге әйгілі болған қолбасшы Шыңғыс хан туралы мәлімет аласыздар. Мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Сонымен, басында Орталық Азияда, оның ішінде қазіргі Моңғолия аумағында көшпелі тайпалар арасындағы билік жолындағы күрес, талас-тартыс күшейді. Бұл кезде Моңғолия аумағының Далайнұр, Бұйырнұр көлдері өңірін татар тайпалары, одан батысқа қарай Төле өзенінің бойын ала Керейт тайпалары, олардан батысқа Алтай таулары жоталарына жақын Найман тайпалары, солтүстікке таман Онон өзені бойын Моңғол тайпалары, Моңғолдардың батысында Хангай таулары, Байкал көлі маңын Меркіт тайпалары, Табанула, Саян таулары мен Байкал көлі аралығын Ойрат тайпалары мекендейтін еді. Билік үшін күрес осы тайпалар арасында өршіді. Міне осындай жағдайда Моңғолдың Қият Боржүгін руынан алтын ұрпақ аталады. Бай Ноян Есугай Баһадүр баласы Темучин тарих сахнасына шықты. Ол жоғарыда аталған тайпаларды өзіне бағындырып, 1206 жылы Онон өзенінің бойында жиналған құрылтайда салтанатты жағдайда Темучинге Шыңғыс хан лауазымы беріліп, Моңғол мемлекетінің құрылғандығы жарияланды. 1207-1208 жылдардың қысында Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошы Енесей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстігіндегі басқа да орман халықтарын бағындырса, 1207-1209 жылдары Шыңғыс хан әскерлері тұтқиылдан шабуыл жасап, Таңғұттық Сисия мемлекетін күйретті. Шыңғыс ханның қаһарынан сескенген қазіргі Шығыс Түркістан аймағындағы ұйғырлар моңғолдарға өз еркімен бағынды. Олардың басшысы Баршық өзін Шыңғыс ханның боданы деп таныды. 1211 жылы Шыңғыс ханның қолы солтүстік Қытайға бет алды. 1215 жылы олар сол кезде Цзин мемлекетінің астанасы болған Чундунды, Пекинді бағындырды. Осыдан кейін Шыңғыс хан Шығыс Европа мен алдыңғы Азияға жол ашатын Орта Азия мен Қазақстанға шапқыншылық жорығына жан-жақты әзірленді. Моңғол әскерлері Отырар қаласын қоршауға алды. Қалада 80 мыңдай әскер бар еді. Отырар қорғанысы Қазақстан мен Орта Азияның халық бұқарасының Моңғол басқыншылығына қарсы жүргізген ерлік күресінің айқын көрінісі болды. Қарамағында қамал бұзатын техникасы, оның ішінде жанып кететін көбішектер, ататын машиналары болса да, моңғолдар бұл қаланы 6 ай бойы ала алмады. Қаланың құлауына опасыздық себеп болғандығы белгілі. Сыр бойындағы қалалардың тұрғындары да ерлікпен қорғанды. Соның бірі Сығанақ қаласы. Қала қорғанысы 7 күн, 7 түнге созылды. Ақыры қала жау қолына өтіп, моңғолдар қаланы тонап, халқын аяусыз қырды. Бұдан кейін Үзгент және Баршынкент қалалары алынды. 1220 жылы 4 сәуірде моңғол әскерлері Жент қаласын бағындырды. Моңғол басқыншыларымен болған шайқаста Орта Азияның ірі қалалары Үргеніш, Бұхара мен Самарқанд қалаларының халқы ерлікпен шайқасты. Қазақстанның кең байтақ жерін Шыңғыс хан өзінің 3 ұлына бөліп берді. Ол жерлер ұлыс деп аталды. Үлкен ұлы Жошыға Ертістің батыс жағындағы үлкен далалық бөлік, Жетісудың солтүстік бөлігін және бүкіл орталық солтүстік және батыс Қазақстанды қамти отырып, төменгі Еділ бойын қоса, одан әрі татар-моңғол атының тұяғы тиген жерлерге дейін, екінші ұлы Шағатайға, оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан, яғни Жетісудың үлкен бөлігі және үшінші ұлы Үгедейге Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі тиді. 1219-1221 жылдар аралығында Шыңғыс хан әскерлері Қазақстан мен Орта Азияға ойран салып өтті. 1221 жылдың көктемінен бастап соғыс
Хорасан және солтүстік Үндістан мемлекеттерінің жеріне ауысты. Моңғол қолбасшылары Жебе мен Сүбедей нояндар бастаған 30 мыңдық әскер солтүстік Иранды басып алып, 1222 жылы Кавказға кірді. Моңғол әскерлері аландарды, қыпшақтарды және Калка өзенінде орныққан орыстарды тас-талқан етіп жеңді. Олар орыс жерінің оңтүстік аймағын ойрандап, 1224 жылы Дешті Қыпшақ даласы арқылы Шыңғысханның Ертістегі ордасына қайта оралды. Зерттеушілер Моңғол шапқыншылығы қазақ халқының қалыптасуының аяқталуын 200 жылға кешеуілдетті